ФДОны рикассаның ФДОсына қалай ауыстырады? Бұл нұсқаулықта біз кассаны рикассаның ФДОсына қалай тіркеп, белсендіруге болатынын, сонымен қатар бұрынғы кассаңызды рикасса ФДОсына ауысқанда есептен қалай шығару керектігін қарастырамыз. Кассаны рикасса ФДОсына қалай тіркеп, белсендіреді? Рикасса қосымшасына кіріп, баптаулар бөлімін ашыңыз. Менің кассаларым деген жерге өтіңіз. Жаңа касса дегенді басыңыз. Тіркеуді бастау дегенді таңдаңыз. Деректеріңізді толтырыңыз. Мекеменің ЖСН, БСН жалғастыру дегенді басыңыз. Енді мекеменің атауын ЭКЖЖ көрсетіңіз. Жалғастыру дегенді басыңыз. Рикасса ФДОсынан тарифті таңдау және жалғастыру дегенді басыңыз. Ашылған терезеден мекемеңіздің заңды мекенжайын тексеріңіз. Сауда нүктеңіздің мекенжайын жазып, оны картадан белгілеңіз. Көрсетілетін нүкте шамамен беріледі. Соған назар аударыңызды, сауда нүктесінің нақты тұрған жерін картадан қолмен көрсетіңіз. 4 таңбалы пин-код қойыңыз. Құжаттарға қол қою. Ашылған терезеден қызмет көрсетуге арналған келісім шартқа, кассаны салық органдарына тіркеуге берілетін өтінімге қол қойыңыз. Қол қоюға болатын тәсілдер. Мобильді қосымшадан Егов Мобайл арқылы, сайттан ЭЦК NCLR арқылы немесе Егов Мобайл қосымшасы арқылы экрандағы QR-кодты сканерлеп. Тіркеуді аяқтау. Өтінімге қол қойған соң, ол салық органдарына жіберіліп, бірнеше минуттың ішінде қаралады. Болды, кассаңыз тіркелді. Алғашқы түбіртекті шығармас бұрын ФДО қызметін төлеу керек. Сіз оны кассаңызды тіркеген соң бірден төлей аласыз. Ол үшін төлеу дегенді басып, ыңғайлы төлем тәсілін таңдаңыз да төлем жасаңыз. Егер ФДО қызметін кейін төлеу дегенді таңдасаңыз, онда кейін төлеу үшін басты беттегі менің жазылымдарым бөліміне өту керек. Одан кейін кассалар ФДО сервистік алым дегенді басып, керек кассаны таңдаңыз. ФДОны төлеу дегенді басыңыз. Ыңғайлы төлеу тәсілін таңдап, төлем жасаңыз. Төлем жасағаннан кейін кассаңыз жұмысқа толықтай дайын болады. Түбіртек шығара бересіз. Кассаңызды рикасса ФДОсына тіркеген соң, бұрынғы кассаңызды есептен шығара аласыз. Есептен шығармас бұрын барлық ағымдағы операцияларыңызды аяқтап, міндетті түрде ауысымды жабу керек. З есебін шығарыңыз. Бүкіл деректер ФДОға кету үшін касса онлайн болуы керек. ФДОңыздың сайтындағы жеке кабинетте ЭЦК арқылы авторланыңыз. Кассалар бөліміне кіріңіз. Тізімнен рикасса кассасын тауып, қарау дегенді басыңыз. МКК есебінен шығару батырмасын басыңыз. Себебін көрсетіп, өтінішке ЭЦК арқылы қол қойыңыз.